Семей полигоны КСРО ядролық сынақ полигондарының бірі, аса маңызды стратегиялық объектісі болды. КСРО заманында Қазақстан аумағында атом бомбалары сынақтан өтті. Ол үшін арнайы 18 миллион гектар жер бөлініп, Семей ядролық полигоны ашылды. Бастаңғысында адамдарға, жануарлар мен табиғатқа тікелей зардабын тигізген ашық сынақтар жасалды. Сосын оларды жер астына жасай бастады. Атом бомбаларының жарылыстары сұмдық ауыр болды. Семей маңындағы радиациялық әсер аймағында тұратын 500 мыңдай адам осы сынақтан азап шекті. Радиациялық сәулелердің зардаптары жайлы дәрігерлер мен ғалымдардың ашық әңгіме қозғауға батылдары жетті. Бұқараның қысымы мен Семей полигондағы сынақтар саны азая басталған еді. Халықтың бастамасымен тұңғыш рет КСРО үкіметі ядролық қаруды сынауға тыйым салу мораторий жасау туралы шешім шығарды. Қазақстан Республикасының егемендігі туралы декларацияда ел ауағы ядросыз аймақ деп жарияланды. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Семей полигонын жабу туралы жарлық шығарған күні 1991 жылдың 28 тамызы. Сөйтіп, жинақтылық пен елімталдық көрсеткен қазақ халқы өз мақсатына жетті. Ең үлкен полигон жабылып, атом қаруына бас тарту әрекеті жасала басталды. 1992 жылдың мамырында оның базасында Курчатов қаласындағы ұлттық ядролық орталық құрылды. Хиросима и Нагасаки, Невада и Семипалатинск. Страшные зарубки человеческой памяти. 29 августа 1949 года в 7 часов утра на Семипалатинском полигоне произведено первое испытание ядерного устройства. На испытании присутствовал председатель Государственной комиссии Лаврентий Берия. Ведь от благоприятного исхода этих испытаний зависел и поворот в истории державы, и личные судьбы людей, принявших участие в изготовлении первой атомной бомбы. О судьбах жителей поселков, прилегающих к полигону, никто особенно не задумывался. Семипалатинский испытательный ядерный полигон расположен на границе Восточно-Казахстанской, Павлодарской и Карагандинской области, в 130 километрах северо-западнее Семипалатинска, на левом берегу реки Иртыш. Полигон занимает 18 500 квадратных километров. Общая площадь использованных территорий оценена в 304 тысячи квадратных километров.